күн, менің сүйікті көрермендерім. Сіздермен бірге мен Малика, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осында қытырлақ дәмді картошка по-деревенски жасайтын боламыз. Егер де қазірден қызық болып жатса, менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші картоптарымыздың сыртын жақсылап тұрып жуып аламыз. Қабығын ашудың мүлде қажеті жоқ, себебі дәміне мүлдем әсер етпейді. Мен сіздерге майда картоп алуға кеңес беремін. Сол кезде картошка по-деревенски кішкентай әдемі болып шығады. Бұл рецепттің ең күшті жері, бұны гарнир ретінде қолдансаңыздар да болады, немесе балаларыңызға картошка фри ретінде ұсынсаңыздар да болады. Енді картоптарымыздың барлығын видеода көрсетілгендей тураймыз. Тура осылай жалғастыра береміз. Сонымен достар, мен барлық картошканы осылай турап алдым. Енді оның үстіне өздеріңіздің қалаған кез келген дәмдеуіштеріңізді қосасыздар. Тұзды ұмытып кетпеңіздер. Мен оның үстіне тұз және де қара бұрыш қостым. Сіздер паприка немесе қызыл бұрыш қоссаңыздар болады. Енді оның үстіне майонез салып, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Егер де сіздерге майонез ұнамаса, сіздер оның орнына май қолдансаңыздар да болады. Енді жақсылап араластырамыз. Міне достар, жақсылап тұрып араластырып алдық. Енді біз оны противенға жайғастырамыз. Картошкамыздың асты жабысып қалмас үшін противеннің астыңғы жағына сары май жағатын боламыз. Егер де сіздер мен сияқты майонезбен емес, маймен істеп жатқан болсаңыздар, сары май жағудың қажеті жоқ. Осылай барлығын әдемілеп жайғастырып алғаннан кейін қызып тұрған пеште 200 градуста толықтай қызарып қытырлақ болып шыққанша пісіреміз. Сонымен достар, біздің картошка по-деревенски дайын. Көріп тұрғандарыңыздай қызарып, қытырлап әдемі болып пісті. Біздің отбасымызға кетчуппен деген қаттырақ ұнайды. Жасап, өз отбасыларыңызды қуантыңыздар. Ендеше рецепт ұнаса, лайк басып, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше бізге ас болсын. Сау болыңыздар.